Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ой бөліс, сөз талас, айтыс. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты ой бөліс, сөз талас, айтыс ұғымдарымен тереңірек танысу. Пікірталастың осы түрлерінің қоғамдағы орны мен маңызын түсіну. Сөйлеу мәдениетімізді қалыптастыру. Ал енді балалар, жаңа сабағымызды бастайық. Ой бөліс. Француз сөзі. Мағынасы айтыс, жарыс сөз. Ой бөліс. Көпшілік алдында екі адамның не екі топтың бір мәселе жайлы ой пікірлерін ортаға салуы. Сөз талас. Орыс сөзі. Мағынасы қандай да бір мәселені көпшілік алдында талқылау. Сөз талас баяндамаларды талқылағанда, хабарламалар жасағанда, жиналыстар мен конференцияларда орын алады. Енді ой бөліске тереңірек тоқталайық. Ой бөлістің негізгі ережелері: сөйлеу мәдениеті, өзін-өзі ұстай білу, шыдамдылық, ойды тиянақты жеткізу. Ой бөлістің тәртібі: ой бөліс ережесін қатаң сақтау, тақырып алдын ала айтылады, ой бөліске екі топ қатысады, әр топта 3 кісіден болады, уақытты таймкипер белгілейді. Ой бөліс нәтижесі: саяси сауатты, еркін көзқарасы бар, демократиялық қарым-қатынаста қалыптасқан тұлға өсіп жетіледі. Ой бөлістің негізгі мақсаты: ой ұшқыны, ой өрісін дамыту, іздендіру, мәдениеттілікке тәрбиелеу, болашақ маман иелерінің сөйлеу мәдениетін қалыптастыру. Ендігі айтыс. Айтыс қазақтың сөзі. Мағынасы екі адамның, екі топтың арасында суырып салма өлеңмен айтылатын сөз жарысы, өнер сайысы. Айтыс қосынды жанр. Мұнда ақындардың ақындық алғырлығы мен сазгерлік өнері, әншілік өнері, орындаушылық өнері бірге өрілген. Айтыс көне заманнан үзілмей келе жатқан өнер түрі. Ежелден сөз жарысы айтысу ұғымында қолданылып келеді. Енді балалар, бейне жазбаға назар аударыңыздар. Бұрынғы кезең мен бүгінгі айтыстың арасы жер мен көктей. Зерттеушілердің айтуынша, қазіргі уақытта киелі өнердің алтын ғасыры орнады. Десе де отауызды, орақ тілді ақындарымыз бұл күні нені мұңдап, нені жырлауда. Бергі шоғыр мейіз ағамыз, Мұхамеджан Тазабеков, Оразалы Досбосынов, Балғынбек Имашев ағамыздың барлығы қатары шыққан ақындар легі бұл айтыстың бір ерекше көші десек болады. Айтыс десе делебесі қозбайтын қазақ жоқ. Сүйінбай мен жамбылдардан мұра боп қалған қастерлі өнер бұл күні қанатын кеңге жайып, тың сипат алды. Тамырын тереңге жайған халық ауыз әдебиетінің бұл түрін бабадан қалған аманат деуге болады. Әлбетте, өзіне сай артықшылығы, өзіне сай кемшілігі бар. Кешегі біздің аға буын ақындарымыздың бойындағы бар көп қасиеттер кей жағдайда жасыратын жоқ, жастардың бойында жоқ әлде де. Ол мақам тұрғысынан болсын, сөз қолданыс тұрғысынан болсын, біздің осы тәуелсіздік жылдарындағы айтыс, бұл шынымен айтыстың өзінің
іргетасын қалап кетті. Көне замандардан жалғасып келе жатқан халықтық өнеріміз қаймағы бұзылмаған қалпы өз даралығын өзге жұртқа танытып келе жатқан төл мәдениетіміз саналады. Сондықтан бүгінгі айтыстың мәртебесі ұлт мәртебесімен пара-пар. Міне оқушылар, бұл бейнежазбадан сіздер еліміздегі айтыстың қанат жайып, дамып келе жатқанына куә болдыңыздар. Енді балалар, тапсырмаларға көшейік. Оқулықтың 133 бетінде 99 жаттығу. Айтыста қандай тәсілдер қолданылған? Пікірді бекерге шығару тәсілдерін айтыс жолдарымен тауып, талдап жазыңыздар. Екінші тапсырма. Берілген ұғымдар мен анықтамаларды бір-бірімен сәйкестендіріңіздер. Үшінші тапсырма. Балалар, бұл тапсырмада сендердің тапқырлықтарың керек болады. Сұрақтарға мақалмен жауап беріңіздер. Қар жана ма? Түкіріктен көл құрала ма? Оттан ыстық не бар? Адамда арқау бола ма? Қандай нан тәтті? Ел мен жердің көркі не? Қандай бас аяққа тыным бермейді? Бес ешкісі бар кісінің өзге қызметі бола ма? Төртінші тапсырма. Оқулықтағы 110-шы бет, 83-ші жаттығу. Пікір алмасқан билердің сөздерінде қайшылықтар бар ма? Бар болса, ол қайшылықтар қалай шешіледі? Шындықты айтқан жолдарды тауып оқыңыздар. Ұлы жүздің бір жігітіне атастырып қойған орта жүздің бір қызы өз елінің бір жігітімен қашып кетеді. Соған байланысты ұлы жүз жағының жігіттері орта жүз ауылдарынан барымталап жылқы айдап алады. Ақыры ұлы жүздің биі Төле мен орта жүздің биі Қазбек айтысады. Аға болып алдымен туасың, алдымен жылқымды неге қуасың? Дейді қаз дауысты Қазбек. Артымнан ерген серкемсің. Ағаңның көзі тірісінде жеңгеңді неге ертесің? Дейді Төле би ашуланып. Сонда екі жағының сөзін тыңдап отырған Әйтеке би былай депті. Сабыр етіңдер билер. Ашу бар жерде ақыл тұрмайды. Ашу деген ағын су. Алдын ашсаң арқырар. Ақыл деген дария. Алдын тоссаң тоқырар. Кісі бірге туыспау керек. Туысқан соң сөз қуыспау керек. Сөз қуған пәлеге жолығады. Жол қуған олжаға жолығады. Төле, сен жылқыны қайыр. Қазбек, сен жесірін қайыр. Әйтекенің төрелігін екі жағда қабыл алып, ауысқан адамын, малдарын біріне бірі қайтарып, ел арасы тыныш болып кездеседі. Оқушылар, үй тапсырмасына бүгінгі жастар жағы ескі халық әндерін түрлендіріп орындап жүр.
Осы жайында жазбаша пікіріңізді білдіріңіз. Шешендердің пікірлерін дәйектеме ретінде пайдаланыңыздар. Құрметті балалар, сіздер жаңа тақырып бойынша ең негізгі мазмұнды алдыңыздар. Басқа материалдарды сіздер өз мұғалімдеріңізден аласыздар. Егер сұрақтар болса, сіз оларды мұғалімдеріңізге қоя аласыздар. Жаңа материалды меңгеруде сәттілік. Біздің жас достарымыз.